Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге Айнұр. Бүгін мен сіздермен осындай красный бархат трайфлның рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді шығады және жеңіл әзірленеді. Сіздер де істеп көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен айранымызға қаймақты салып, және де бір шай қасықтың ұшымен ас содасын салып, араластырып, кішкене қойып қоямыз. Оған дейін бір жұмыртқамызға қантымызды салып, қанты ерігенше миксерлеп аламыз. Сосын сұйық майымызды қосамыз. Мен қанша керек екенін астына жазып қоямын, сол жерден қарап істеуге болады. Енді айранымызға красителімізді керегінше өзімізге ұнағанша түсі қосып аламыз. Жаңағы массамызға салып, бәрін біркелкі түске енгенше араластырамыз. Енді ұнымызға бір шай қасық разрыхителіміз салып, ситадан өткізіп, массамызға салып, қамырын жасаймыз. Менде осындай қамыр шықты. Енді бұны кез келген ыдысымызға салып, 180 градуста 8-10 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін таяқшаның көмегімен білуге болады. Осылай пісті. Енді суығанын күтеміз. Оған дейін біз крем дайындаймыз. Творожный сырымызға сахарный пудрамызды қосып, араластырып аламыз. Сосын сливкімізді құйып, қоюланғанша араластырамыз. Кремді кондитерский қапшыққа салып дайындап алам. Мен корждарымды майдалап алдым, ол түспей қапты. Блендердің көмегімен майдаланды. Егер сіздерде блендер жоқ болса, қолмен майдалауға болады. Міне осындай кішкене стаканчиктерге салып шығамын. Видеода көрсетілгендей сіздерде істеулеріңізге болады. 2 қасық немесе 1,5 қасықтан салып шығамыз корждарды. Жан-жағын тегістеп, үстіне бір слой крем құямыз. Әрине шетінен бастаймыз. Тағы да корждарды саламын, 2 қасық. Жан-жағын тегістеп, тағы да кремімді салып шығамын. Дайын болған трайфлдарымызды холодильникте 2-3 сағат ұстауды ұмытпаңыздар. Кремі корждарға сіңіп, дәмі өте әдемі және жұмсақ болып шығады. Бетін әрлеу өз еркілеріңізде, мен бетін әрлемей осылай қалдыра саламын.
міне менде дайын болды. Сіздер де істеп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.